жанындағы гимназияның Қарагөз театры. Назарларыңызға ұсынылатын қойылым ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналады. Ұлттың ұлы көсемі бірінші көрініс, есімі ерекше дәйекше. Төрем, түн болды ғой, шөлдеген шығарсыз, демалмайсыз ба? Бері келші, Бадыр Сафар. Не ойлап тапқаныңды көрші. Мазай бір таңба таптым. Бұны жуан дыбысын жанына қойсаң, жіңішке болып өзгереді. Мысалы, не қарашы. Аның жанына қойсаң, ә болады. Ә болады. Ö болады. Ö болады. 4 қарып, 8 дыбыс. Қандай ұқшам? Балаларға үйреткенге де қолайлы. Мынаның қайсысы жақсы? Бәрі де әдемі екен, бірақ тез жазуға ыңғайлысы дұрыс емес пе? Бұған дәйекше деп ат қойсақ. Дұрыс. Арасында демалып, жұмыс жасасаңыз. Бірақ та осы таңбаларды газет шыққанға шейін үлгерсем деймін. Үлгересіз, төрем, үлгересіз. Денсаулығыңызда байланыс. Екінші көрініс Ахметке жағылған жала. Омбы әскери губернаторы генерал Крайницкийдің кабинеті. Да, действительно. Слишком много жалоб. Кто догадывает, Байтурсынов, что выходит против царской власти? Что вы еще скажете о нем? Родился в 1872 году из рода Аргын, киргиз. Окончил 2 класса Тургайского русско-казахского училища и 4 класса Оренбургской школы. Политически активен. Является одним из создателей Каролинской петиции. Да садись ты, садись, говори сидя. Отца Байтурсына отправили на каторгу на 15 лет. За что? За то, что он избил уездного управителя. Бунтарь. Что Байтурсын сейчас планирует делать? Сейчас он окружает себя образованными людьми и собирает пожертвования с богатых казахов, чтобы выпустить газету на казахском языке. Газета, пожертвования. Он что, имеет большое влияние? Он имеет большое влияние среди народа. Его все уважают, и он издал несколько книг. Хорошо, пусть погуляет на свободе, а там посмотрим. Үшінші көрініс қош келдің әліппе. Ата, мынау қандай таңбалар? Балам, дем қойыптың да, отыр ғой. Бері кел. Бұл қазақтың әліппесі, төте жазуымыз. Азамат болып, ер жеткенде осы таңбалармен оқып, еліміздің ертеңі үшін қызмет жасайтын боласың. Қане, қарай қойшы. Анау А. Оған мынадай екшені қойсаң, ә болып өзгереді. Мысалы, ауыл әсем, ақын әліппе. Ата, мынау қандай қызықты таңбалар? Мен бұны жаттап аламын, достарыма көрсетемін. Жарайсың, балам. Енді жазып көрейік. Жарайсың, балам. Қабілетіңе ризамын. Бір рет мұқият қарап шығып, ұғып аласың. Білімі көп адам құралы сай ұста секілді. Не істесе де, келістіріп істейді. Сенің түбінде сондай азамат болатынға сенемін. Рахмет, ата, үмітіңізді ақтаймын. Төртінші көрініс ақ түйенің қарны жарылған күн қазақ газеті. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ жұрт басқа, газеті бар жұрттардың қасында, құлағы жоқ керең, тілі жоқ мылқау секілді. Сондықтан біз шығарайын деп отырған газеттің халық үшін маңызы өте зор. Қазақ арасына өнер, білім, мәдениет жайылуына басшылық етеді. Жақсылыққа үйренуге, жамандықтан жиренуге шақырады. Сонда бір қойға қанша газет шығады? Бір қой 5 сом, жылқы 25 сом. Сонда бір газетіңіз 50 қой. Сонда аға, аптасына неше рет шығарасыздар? Аптасына 4 рет, айына 200 қой. Онда қиындығы жоқ екен.
бір жұмада кететін шығын. Газет шығаруға патша жарлығы керек қой. Ақсақал, өзі тұрмыспаған елге патша газет шығармайды. Егер де үкімет араласпаса, біздің ақшамыз неге жетеді? Қымыз татыңыздар. Бауырсақтан ауыз тиіңіздер. Осы болашақ үшін мына біз жауаптымыз. Сондықтан халқымыздың білімді, мәдени болуы үшін осы газетті міндетті түрде шығарамыз. Газет атын не деп қоямыз, аға? Патша үкіметі бізді үнемі киргизы, кайсаки деп кемсіп келеді ғой. Ал біз түркіден тараған нағыз қазақтармыз. Сондықтан ұрпағымыз қазақ екенімізді ұмытпау үшін газет атын қазақ деп аламыз. Ай, керемет аға. Жақсы тақасыз. Бәке, халқымыз үшін арайлыдан атайын деп тұрған жүрегім сезеді. Соның құрметіне бір күй ойнап жүрсеңіз. Иә, бәке. Ай, Шакир, айтқаның келсін. Құрманғазы атамыздың адай күйін ойнап берейін. Шап! Әйді! Үйде! Бәке, өнеріңіз өрге жүрсін. Жарайсыз. Рахмет аға, айтқаның келсін. Бәрекелді, бәке. Ал енді ақсақал, бата беріңіз. Ал қолдарыңыз жайында бата берейін. Асың-асына, береке берсін басына. Бөденедей жорғалап, қырғауылдай қорғалап, қыдыр келсін қасына. Сенен байлық өтпесін. Әумин. Әумин. Айтқаныңыз келсін ақсақал. Айтқаныңыз келсін. Батаңыз қабыл болсын. Уа, халайық! Сүйінші! Қазақ газетіміздің алғаш номері шықты! Жарайындар! Назар аударыңыздар! Алғашқы төл газетіміз шықты! Ай, балақай, газеттің қанша сом тұрады? Ағай, 5 сом тұрады. 5 сом дейсің бе? На, ала ғой балақай. Рахмет! Ал аға, өзіміздің қазағымыздың алғашқы газеті шықты. Ұлт жұмысы үлкен жұмыс. Үлкен жұмысқа көп жұмыскер керек. Бәріміз бір кісі болып жұмыс жасасақ, ұлтымыз үшін көп нәрсе жасай аламыз. Міне соның дәлелі.